Кітап туралы қызықты деректер. Әйелдер еркектерге қарағанда кітапты көп сатып алады. Шамамен 68% құрайды екен. Дүние жүзі бойынша сатылатын кітаптардың жартысынан көбін 45 жастан асқан адамдар сатып алады. Италиялық Рио Казелли деген оқымысты әлемдегі ең іш пыстыратын кітаптарды жинаған. Оның барлық кітабы 10.000 томды құраған. Бір күні жолы болмай қойған итальяндық ақын өз кітабын Казелли кітап коллекциясынан көргенде өзіне қол жұмсауға шақ қалған. Қалың оқырмандар арасында өткен кітапты дауыстап оқу марафоны 224 сағатқа созылған. Ғылымда кітап ұрлаушыларды библиоклептоман деп атайды. Дүниедегі ең атақты кітап ұрысы Стивен Блумерг. Ол 270 кітапханадан 23 мыңға жуық таңдаулы шедевр кітаптардан ұрлаған. Оның кітапхана қорының құны $20 миллион асып жығылады. Дүниедегі ең үлкен сөздік неміс сөздігі. Мұны Яков ва Вильгельм Грим 1854 жылдан бастап құрастыра бастаған. Бұл іске кейіннен көптеген ғалымдар үлес қосып, 1971 жылы сөздік жазылып бітеді. 33 томдық бұл сөздік 34.519 беттен тұрады. Әлемдегі ең атақты жазушылардың бірі һәм бірегейі Агата Кристи. Оның детективті хикаялары 50-ден астам тілдерге аударылып, әліге дейін оқылым тақтасынан түспей келеді. Кристидің кітаптарының басылым саны 2 миллиардтан асады. Дүниедегі ең ауыр кітап Британия музейіндегі сақталған 17 ғасырға тиесілі географиялық атлас екенін білесіз бе? Ол кітаптың ұзындығы 1,9 метр, ал салмағы 320 келін тартады. Атақты голланд дәрігері Герман Борхавеннің «Емшілік өнердің терең сырлары» атты кітабы автор қайтыс болғаннан кейін 1738 жылы $10 000 алтынға аукционда сатылған. Бір қызығы, көркем бедерленген бұл кітаптың барлық беттері бос, яғни ештеңе жазылмаған. Тек қана бірінші бетінде мынадай сөйлем бар: басың тоңса да, аяғыңды жылыста, сонда ғана сен ең мықты дәрігерлерді де кембалаға айналдырасың. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.